жаңағы мен енді негізі мамандығым құрылысқа жақын геодезия, осы алматының құрылыс техникум бітірдім. Содан мен коммуналдық сала, коммунальное хозяйство, енді ол КСК, бәріңіз білесіздер, енді Алматының көп тұрғындары КСК ретінде біледі, мен сол КСК-да жұмыс істедім. Ақша білесіздер. Ол жалақы КСК-да айтуы мүмкін, ойбай елдің бәрі сол КСК-ны жаңағы ақша төлейміз, олар қайда кетіп жатыр. Бөлетін бір позициялар бар ғой, только КСК-ның тармағы. Ол бір тиым. Вот сондай тиымда жұмыс істеді. Былай тартсаң жетпейді. Сондықтан маған осы ұсынысты айтқан кезде, осылай презентацияға қатысқан кезде мен ана залдан шыққым келмеді. Өйткені ана залдағы атмосфера мені бір басқа былай сырттан шыққанмен белгілі ғой, күндегі жаңағы шаруа, жұмыс, бытовой жаңағы жағдайлар, еще ақшаң жетпей жатса, тұратын жерің болмай жатса тіпті. Вот ал мына жердегі айтылатын әңгіме сол мені осындай мүмкіндік болса деген бір ниетте осы жерде ұстап тұр. Кеткім келмейді. Ана жаққа шығып кетсем бұл енді серый өмір ғой, жасыратын емес, қазір бәріміз соған ішіне кіріп алған білінбейді, самом деле осылай менің көзім осы сетевой маркетингке презентацияларды ашылды. Біз презентацияға қатыстық, продукцияны қызымыз үшін алдық әрине, бірақ осы сабақтарды өткен кезде, презентация жасалған кезде мен ұзағырақ сол аудиторияда болып қалғым келді. Себебі жаңағы сол моменттегі материалдық жағдай болып қойды. Содан қойдық, әйтеуір жұмыс басталды. Оңай болған жоқ, шын айтып. Оңай болған жоқ. Біз деп келген кезде тоже европейский компанияға түстік. Міне қазір айтып жатырмыз ғой, біріне бір байланысты менің сабақтарым қазір мына көбіне бағыт беріледі осы июнь айында болатын Франкфурттегі сабақ. Ол сабаққа кімдер бара алады, не үшін бар? Мен тура сондай сабаққа 2007 жылы тіпті сол кездегі компанияның маркетинг планы бұдан қиын болмаса жеңіл емес. Квалификация орындалмаса да мен сол жаңағы турға, сол сабаққа, ол семинар, ол какой-то бір демалыс емес. Семинар, сол семинарға бару үшін 2,5 мың евро қарыз алдым. Жаңадан келген өздеріңіз қазір сіздердің ойларыңызда бір сондай бір-екі астық корзина алып, кішкене бір дискомфорт болып тұрса, ойбай мынаны не үшін алдым, ол маған не береді деген сияқты ойлар болып тұрса, соған кішкене жауап болады деп ойлаймын. 2,5 мың евро деген 2007 жылы өздеріңіз ойларыңыздар қандай ақша. Теңгеге шақсаңыз тәуелді. Вот соны мен тек сабаққа қатысу үшін барған болдым. Сондай промоушен болды. Ана сабақ енді жаңағы Каннский кинофестивальда өтеді, зданиясында өтеді. Осындай сетевой маркетингтің определенный бір жаңағы гала церемониясы. Ал оған не үшін бардық? Оған біздің тікелей осы сетевой маркетингке шақырған адамдардың енді жетістігін қуану үшін, жетістігін бөлісу үшін. Ал ол адамдар кімдер десеңіздер, қазір осы Қазақстандағы мен деген сетевик болса, осы кісілер деп айтуға болатын еді. Ол жаңағы біздің тікелей спонсорымыз Ерлан Исмаилов пен Жанат Бекбаевымыз. Енді өздеріңіз ол кісілердің жаңағы жақын танысып жатсыз. Ал біз ол кісілермен 18 жыл бірге осы бизнеске келе жатырмыз. Наставникке көп нәрсе байланысты. Көп нәрсе байланысты. Оны қазір басында келгенде түсінбеуім мүмкін, кейбіреулері мысалы айтатын шығар, неменеге мақтай береді, бір-бірін неге мақтай береді деген сияқты. Түсінбеген адам үшін ол жаңағы бір онша бір бұл мақтау сияқты болады. На самом деле ол адамдар мен сияқты қанша жүздеген адамдардың өмірін осындай деңгейге көтеруге мүмкіндік жасады.
Ол жай ғана шақырып бізді ойбай міне жаңағы менің бірінші линиям жаңағы енді келесі адам деген жоқ, каждый келген адаммен жұмыс жасады. Сол жаңағы олардың кісілердің төзімділігіне байланысты, ол кісілердің жаңағы осы бизнесті қалай жасау керектігін түсінгеніне байланысты біз көп адамдар өзіміздің алдымызға қойған мақсатымызға, армандаған арманымызға жеттік. Солардың бізді шырын екеніміз. Сондықтан сіздерді сондай деңгейге жеткізуге ол кісілердің білімі де жетеді, жаңағы шыдамдылығы да жетеді. Өйткені қанша адам өсірді, бір адамға мысалы өздеріңізде де бар ғой, бір екі адам. Күнде бірдеңе айтсаңыз ертеңгі соны сұрап бар ма ондай жоқ? Бар. Айтасың, ертеңгі тура сол сұрақ қойып, ол қалай еді? Сол сияқты ол адамдардың шыдамдылығы оған жетті. Сондықтан енді алдағы уақытта оған сіздер куә боласыздар, сабақтарын өтеді. Біз енді бастап жатқаннан кейін көп несе сіздерді мысалы бір жаңағы дұрыс бағыт алса деген ниетте. Дұрыс бағыт деген сөз ол қалай? Сіздер осы жерде өздеріңіздің алдыларыңызға қойған мақсатқа, армандаған армандарыңызға жету керек. Дұрыс мақсат деген сөз. Әйтпесе көбісі келеді, келгеннен кейін жаңағы бұл бизнестің басқа бір жақтарына түсіп кетеді. Болмаса өзі келеді, мына компанияны А деп келді, енді өзі ғана түсінген де жоқ. Басқа біреу бір жаққа шақырса, ойбай, ана жер керемет екен деп соған кетіп қалды. Ал одан кім ұтады, кім ұтылады? Ұтылатын адам ары бері секіріп жүреді. Енді осыған дейін басқа компанияларда болып жатсаңыздар, ол бір жаңағы сіздердің жоғары тұрған сол наставниктеріңіздің, спонсорларыңыздың кішкене кемшілігі деп айтады. Бізді де шақырды. Сол уақытта қанша компания ойбай бар, болмаса пирамидалар бар. Қанша пирамидалар, мысалы осы біздің 18 жылда қанша пирамида кездестік. Бірақ соған біздің барып ұрынбауымызға бірден бір себеп осы біздің спонсорларымыздың осы бизнесті тереңінен түсінген. Жаңағы Ерлан Исмағұловтың жаңағы 5 адаммен сынатыны осы 18 жыл бойы біз естіп келе жатырмыз. 5 адам жатыр. Осы 25 адам. Бұл адам, бұл бір жаңағы жай цифра емес. Міне. Осыны біз жаңа 18 жыл естіп келеміз, 18 жыл осы жаңағы бағыт бізге көп нәрсені үйретті. Мысалы біздің қазіргі енді айтатын болсақ, басынан естіп жатырмыз ғой, мысалы Франкфуртке баратын қандай мүмкіндік. Бәрілеріңіз осы жерге келіп отырсыздар, алдыларыңызға қойған мақсат бар. Ол жай ғана Франкфуртты барып көріп келу емес. Сіздердің міндет осы бизнесте жаңағы алдыларыңызда тұрған адамдар мысалы қандай деңгейде кетіп жатыр, олар қандай ақша тауып жатыр, сіздерді соны тапқыңыз келеді, сондай деңгейде көтерілгіңіз келеді. Ол дәреже, ол қанша дегенмен жаңағы жайдан жай берілмейді, жайдан жай жасалады. Ол адам санымен ғана жасалады. Бұл жерде сетевой маркетингте мен көп қолданатын сөзім, бұл жерде сват, брат, жаңағы біреуге взятка беру жасай алмайсыз. Тіпті келе сал көп ақшаңыз болып, үлкен жаңағы товар оборотты өзіңіз ғана жасап алдыңыз, ол ары кетсе сіз бір ай шыдайсыз, 2 ай шыдайсыз, тіпті 3 ай шыдайсыз, енді ақшамен жасасыз, адамсыз ары қаратай сіздің деңіз тоқтайды жұмысыңыз. Ол мысалы біз сетевой маркетингке ешкім сіздерді ойбай жаңағы өзім ғана осыны көп сатып алда дәреже жаса деп айтпайды айымен. Сіздерге әрдеңді айтамын, 5 адам алып келші осы. Бізге көп адам келіп жоқ, біз ойлаймыз, мына айымен енді 10 мың бар, енді үлкен корзинамен енді олай қарасақ 20 адам, үлкен корзина. 20 адам. Бізге 20 адам керек деп біз соны ойлап тұрамыз. Сізге 20 адамды Рольсторға айтып тұрмыз, 20 адам өзіне жаңағы үлкен корзинамен жатыр. Әрқайсымыз айтып тұрмыз, Ерлан Исмағұлов осыны шақыртма. 5 адам шақырды, сол 5 адамның сені айырмен болады, сол 5 адамның сені
миллионер. Мысалы, өздеріңіз ойласаңыздар, жаңағы ерлан көп өзінің несінде айтады ғой. Сабақтарында ол мақтанышына ресторан жер. Сол ресторанды салуға ол кісілердің бірінші линиясында енді жаңа қанша адам болды. Айналдырған 2-3 адам ғана жаңағы 2-3 адамның командасы жұмыс жасады. Сондай мүмкіндік болды. Сіздерде де солай тұр, міне 5 адам. Сол 5 адамымыздың әрқайсының сол 5 адамды дұрыс алып жүре алсақ. Сол 5 адамды сол айда, міне апрельде 5 адам сізде бар ма? Бәріміз осында отырған адамдардың мен көріп тұрған жоқпын, осы апрельде жұмысын бастаған. Әрқайсыларының несі қашан келдіңіз? Иә. Ой, онда көрмеген шығар мен. Жалпы енді апрельде. Конец, марттың аяғында. Бірінші жаңағы бастап, бірақ маманың жұмысын білесің бе? Ішінен білесің сен жұмысты. Сондықтан, міне, сізде 5 адам болса, сол 5 адамды осы апрельде әрқайсына 5 адамнан адам әрқайсы 5 адам осы 25 адам командаңызда болса, сіз IMM-ді жиналмай жабасыз. Жалпы сол. IMM неге? IMM жаңағы біздің айтып отырған, армандап отырған, осы қол жетпейтін бір жаңағы біздің армандарымызға мүмкіндік береді. Сетевой маркетинг бұл возможность. Біреулер сол возможностьті ұстайды, біреулер содан енді тиімдігін ашыдамай кетіп қалады. Екі түрлі. Сол возможностьті біз қалай жасап жатырмыз. Мысалы, қазір қарасаңыздар, енді біз мысалы ойбай жағдайын жасап алдық, енді әйтеуір келген адамның қасында біздің бірінші линиямыз Қарлығаш отыр, Гүлнар отыр. Бұл кісілер көріп жүр. Біз қалада офиста көрмей жатсаңыздар, біз регионда. Кеше ғана презентацияда арнайы Шымкентке Шымкентте бір апта жұмыс жасадық, жақсы команда өсіп келе жатыр, Құдайға шүкір. Бұл кешегі презентацияға адам шақырып қойғанбыз, сол адамдарға үлгеру үшін келді. Тен жаңағы алтыда шықтық, Құдайға шүкір, амалесін дедік. Сол сияқты. Өткенде Таиландтан келе салдық, 22 күні Таиландтан келдік, 24 күні біз анау 3 аралда жүрдік. Оның барлығы не үшін қалай ойлайсыз? Не үшін? Бали. Қалай? Бали үшін? Балиға бару үшін тұрады. Жақсы. Кім не ойлайды? Қалай ойлайды? Енді бір осы сабаққа байланысты. Командамен жұмыс жасаған Командарыңыз бар, сол үшін барып жатсыз деп ойлайсыз, иә? Жақсы, үшінші кім айтып барды? Не үшін? оларды шығару керек. Мысалы, енді оларды Балиге шығару керек деген сияқты. Енді жалпы дұрыс. Бірақ бұл жерде мен ол команда үшін барып жатқан өзім. Менің алдыма қойған мақсатым бар. Сол мақсатымды іске асыру үшін маған команда керек. Ал ол командаға барып жұмыс жасап осыны көрсете алмасаңыз, онда сіз мысалы осы Алматының 2 миллион халқының ішінде тұрсаңыз да, ештеңе өзінен өзі түспейді. Бар ортамызда мысалы предприниматель жақсы біледі, қандай бизнес қандай жолмен келетінін. Ал сетевой маркетингтегі басындағы қиындық сол. Біз 1 жарым жыл жұмыс істеп жатырмыз, 1 жарым жыл тоқтамай ары бері жүруге тырысамыз, өйткені бір адам шықса, анау енді Талдықорған жақта келген адам, Талдықорған жақта тұратын адамдар біледі, анау достық деген граница бар, дружба бұрынғы Алматыдан мөлшері 700 шақырым, Азиз біледі, ол жақта жұмыс істеген. 700 шақырымға бір адам үшін бар. Талдықорғандағы біздің бірінші линиямыз осындай қызық серікталетін әйелдер звондапты, мен қадыршықым айтып едім, бізде олар жоқ, келіп айтып бересіңдер. Бірақ дейді, ол енді бастап жатқан ғой, былтыр жазда мен әлі точно күнін білемін.
жаңағы июльдің 2-сі. Жаңағы июльдің жаңағы несінде басында июльдің 1-інде ма, июльдің 30-ында ма звондап тұр. Осындай подружкамен сөйлесіп едім. Ол айтты деп, жаңағы бізге де айтып берсін деп шақырды. Ол айтады, біз қазір бара алмаймын. Сіздермен бірге бізде сағат 5-інде 6-сында той бар дейді Талдықорғанда. Жаңағы енді ол бәрі не болған байланысты жұмысқа байланысты болған үшін айтып жатыр. Сонда айтады, тойымыз бар, біз шыға алсақ, жаңағы 7-сі 8-сі күні барамыз. Қазір мысалы мен бір күн сөйлесіп тұрмын. Соған жоқ. Айтып тұрма келді, ертең барайық. Шырын екеуміз жинала салдық та, таңертең Алматыдан шығып кеттік. Ана жолдан әйелін салып алып, Серікқали өзі деловой, как сияқты по-своему деловой адам. Жаңағы ол барғанда, соның әйелін салып алдық та, бір адамның звоногы үшін жаңағы 700 километр бір конеціне барды. Барсақ, стол жасап қойған. Ал енді бізге айтылды. Ол жерде жаңағы біз бизнес айтайын деп тұрған жоқ, олар ана продукцияны айтады да, бізге как қонақ ретінде күтіп алып отыр. Стол майысып тұр, жаңағы асып қойған, мантыны жасап қойған, ана енді подружкасы келеді. Жаңағы біз енді әрине жақсы, бірақ біздің келген мақсатымыз тамақ үшін емес. Сөйтіп жаңағы бір адам үшін сол 700 километрден туда баратын 1000 жарым шақырымды бір адам үшін барып жүруге тура келді. Бірақ сол барғанымызда бізге жаңа ол кісілерге 3 адам жазылды. Өздері жазылды, тағы бір көршісі жазылды, просто өтіп бара жатқан. Содан ана енді 2 этаж үйлер ғой, соны асып бара жатқан қаламыз. Жаңа көршісін таниды екен, өтіп бара жатқан несінің кірші маған осындай келіп жатыр. Келді, тыңдады, қазір клиент бастаған алған. Жаңағы күйеуінің әпкесін шақырған екен, күйеуінің әпкесі келді, үлкен картиналарды алды. Жаңағы еще қызына алды. Содан жаңағы келіншектің күйеуінің әпкесі, қайын апайының күйеуінде шека сияқты жүрегінде тромб мықты болмады. Бірақ ал біздің әңгімеміз ана бұл жерде айтып жатқан жаңағы Балиге бару үшін, команда құру үшін оның барлығы жақсы. Бірақ мен өзімнің мақсатымды, өзімнің мақсатым үшін жасадым. Мен ешкімді жарылқайын деп тұрған жоқпын. Бұл жерде сетеу маркетинг жақсы түсініп алыңдар. Ешкімді жарылқайын деп тұрмын. Ол бір жестко естілетін шығар, қатыгездік естілетін шығар. Бірақ конечный итоге әрқайсымыз өзіміз үшін жасаймыз. Бірақ командный метод бір-бірімізге қол ұшымызды беріп жүріп, әрқайсымыз өз жағдайымызды жасаймыз. Біз сізді сондайға шақырып отырмыз, сол мүмкіндікті біз жасаймыз, көмегімізді тигіземіз. Жаңа келген адамдар не бар? Келген адамдарда біз сияқты оның да өзінің мақсаты. Олар мүмкін путешествиеге барғысы келеді. Мен жаңағы айтқан бірінші шетелге шыққан самолетқа отырғаным сол 2007 жылы сетеу маркетингке келіп, жаңа семинарды, церемонияны көру үшін 2,5 мың евро алып, сол кезде паспорт жасаттым. Сол кезде бірінші рет самолетке отырдым 37 жасымда. Жаңа бірінші самолетпен ұштым. Міне сөйтіп сетеу маркетинг келу арқасында менің өмірімде өзгерістер болды. Енді ешкімді таңғалдыра алмаймыз. Қазір елдің барлық шетелге демалып бала шағасымен. Ол бір мақтаныш емес. Болмаса, мысалы бизнеспен айналысқан адамдар үйді салып жатыр, машинамен мініп жатыр, балаларын шетелде оқытып отыр. Ол бір жаңа мақтанатын нәрсе. Ал бірақ елдің бәрі предприниматель емес. Елдің бәрінде дайын тұрған ақша жоқ. Ал сетевой маркетинг сол жолды жеңіл өтуге мүмкіндік береді. Тем более, енді қазір Ерлан Usmanovтай бәрі сол кісінің командасына кіргеннен кейін бәрімізге қатысты ол кісілердің жаңағы профессионализмі бәрімізге қатысты. Көрсете алады.
бағыт бере алады. Мысалы өткендегі айымен болған адамдардың бәріне ерлан звондап тұрды, ана жерге бір адам қойды, мына жерге ана барды қою керек, ана адамың анандай болып тұр деген сияқты направление. Ал ертең осыны өздерің біліп алғаннан кейін ол ерлан исмағұлов ондай бір жаңағы мақтанысын жасап жатыр да, ол да өзінің жаңағы мақсатына жұмыс жасайды. Ол да өзінің мақсаты. Сондықтан осында келгендегі біздің бүгінгі таңда мақсатымыз АММ болу. Ол АММ не береді? АММ ең бірінші осы Франкфуртқа барып, осы сабақты көзбен көруге, ана 5000 адамның арасында өздеріңіз кім екендеріңізді сол жерде түсініп қайтады. Қазір мәдениетте жүрген жастар ойбай жаңағы жасау керек. Енді болса болар, болмаса көрерміз деген сияқты ой болса, ана жерде соның барлық орнына қойылған. Ана біз мысалы декабрьде болдық қой, зимний конгрессте болдық. Ол жерде почти 3000 адам болды. Ана 3000 адам біздің бұрыннан өзімізше 18 жыл осы бизнесте жүрміз, бәрі білеміз деген біздің өзіміздің басымызда қандай трансформация болды. Қандай трансформация. Ол неге каждый событияға новый АММ шығып деп жатқаны сол кезде бізге түсіндік. Ерлан мысалы енді біз бүйтіп тұрған ерланның өзі қалалар жасап сәулетова Дариға Гүлнарова ерланның өзі қала жасайды. Ол кезде мысалы трансформация деп мида мысалы қазір сол жаңағы сондай өзгерісті осы Франкфурттегі сабақ береді. Олар барған адамдарға оны көзбен көре алады. Енді маршрутша деген сабақты қазір өтіп біразымыз осындағы адамдардың біразы бізде көріп жүр. Сондай болмас үшін өзінің көзбен көру. Сол үшін АММ-ді жасау. Енді АММ-ді жасау үшін міне айдың басы. Айдың басы осы кезден бастап міне жаңағы 5-25, 25, жаңағы 125 деген сияқты формуланы не істеуім керек, таңертең тұрамыз, адамдар сондай осында шақырамыз, коктейльді береміз. Ол компанияға партнер болғанда не алады, қандай путешествиеге барады. Ол путешествиеге мысалы не үшін, жай ғана демалу үшін бе? Болмаса жай осында келді, бір келді, жай путешествиеге бару үшін бе? Жоқ. Миллиондап ақша табу үшін. Миллиондап ақша табу үшін еще сізді қызықтырып жатса, одан артық керемет. Мысалы біз соның екеуіне үшеуіне қатыстық қой. Үшеуіне қатыстық. Келдік бір жарым күннің ішінде жаңағы Евротур Турцияда болды, 130 адам. Енді Россияның командасымен қосты ғой. Ал сол моментте біз 130 адам Турцияда демалып жатқан кезде, Хорватияда 3400 адам демалып жатыр. Өзіңіз ойлаңыз, қай жағы басты? Қай жағынан біз әсер алатын едік? Турцияда болмаса отдельно жаңағы белый вечеринканың өзі чеу. Мысалы мен сол белый вечеринкаға барған кезде енді осымен үшінші рет қатыстым. Сол үшінші рет қатысып тұрған кезде тағы маған ана Титаник фильміндегі анау бабочкамен бүйтіп жаңағы байлар отырады ғой үшінші несінде. Солар маған сіз өзіңізді сондай адам ретінде сезінесіз. Енді бәріміздің жағдайымыз байлар келеді бір барып ресторан. Ана жерде сізді таулайтын солардың кезде бәрі аттақ. Сіз үшін бәрі жасалып қойған. Қандай күшті болды, мен АММ жасаған. Қандай күшті болды, мен жаңағы вице-президент болған. Қандай күшті болды, президент болды. Міне өткенде ғана бір ғана совет осында роль сол келді. Оған бәрі жалған жоқ. Біз де өзіміздің командадан Гүлнар жаңағы Шымкентте болды.
Kırnak geliyor. Birisi bulmanın. Bunlar paralel Karlıgaş oldu. Karlıgaş'ın gördü. Canavar Wolfsburg'u suretle düşürdü. Ayırmen olmuş. Görmüyor musun? Ayırmen. Çok ayırmen. Ben de sizlerin ablarınızda dur. O da akılıyla ayırmen. Kualifikasyası, son kualifikasyası sizge жаңағы көкекті өмір өзгертеді. Сұрағым сол. енді олай істерсің өздерің сабақ ол событие ол конгресс 5.000 адам жаңағындай зал біз 3.000 адамымыз да крышамыз келіп жүр ал 5.000 адам ол жерде энергетика бар ол көзге көрінбейді ол жай ғана адам саны емес ол жерде ол аудиторияның іші тек жаңағы позитивке толған қазір жақсы әңгімелер айтылып отыр ғой уже ондай әңгімелер жиі естіп жатырмыз тіпті мына жаңағы кім Сакил Қабатовтың өзі айтты сетевой маркетингтің естідіңіздер ғой фейсбукте вот позитив бұл жерде жаңағы сетевик таныстарым бар дейді олардың ортасына түссем дейді бәрі керемет бәрі жаңағы риза бәрі позитив екінші окружением бар дейді оған түссем ойбай украинада соғыс путин бүйтіп жатыр америка трамп келді бәрі міне сондықтан жаңағы 5.000 адамның сондай энергетикасын алған адам сіздер келгеннен кейін президент ал үшеу уже президент декабрь жаңағы президент мысалы ал ол не береді ол сол балиге бағанағы өздеріңіз айтып отырған балиге дайын ал балидегі демалыс енді мына біз енді таиландтан әлі зарарымызға кетіп кетіп қарасаңыздар да ол зарарды сіздер турцияда да аласыздар осы алатауды аласыздар басқа бірақ ана жердегі энергетика ана жердегі сіздер тура өздеріңіз сияқты басқа ұлттың адамдары ешкім қарап отырған жоқ ойбай сен деп жүрген адам емессің бірақ телефонды алып жаңағы итальянецтер қытайлықтар жүр жапондықтар жүр біз қайсысы кім екенін олар ешқайсысы бір осы таиландты көргеніміз міне тағы да бәрімізге шалау алып барған ғой бәріміз тек қана қазақстандықтарға өзіміз жалауымыз ұстарымыз басқа бір өйтіп жалауымыз ұстамақ жоқ алдында көрдік қой біз декабрьдегі конгрессте көрдік мен даже түсіріп алдым өйстіп жаңағы залды сіздерге көрсетейінші ал мына жолы міне тағы да бір біздің Рольфстің көзіне қайта түсе берген сол жалауды ана 600 адамды жаңағы шақырып тағы да бір өзінің болайын деп жатқан кезде мына жерде бір 5-6 адам 10 шақты адам қазақстандықтар тұра қалғанбыз артымыздан келді де суретке түсе қалды көрдіңіздер ме суретті ол жай ана сахнаға шығайын деп тұр ғой ойында ештеңе жоқ біреуге суретке түсіп ана қазақстан жалауын көрді де аналар жаңа команда өзі алдыңғы күні алдында қазақстанда болған шымбұлақта неше күн лыжи тепкен вот соны әйтеуір келді суретке түсті біз риза болдық ал ол сурет деген не ол сурет деген сіздің мысалы негізі мына соттылар емес екен мен құдай айтып жатырмыз суретті шығарып алып кәдімгі мына жоқ кәдімгідей и көрсетейін деп мен залды ғана түсірдім мен біз деп кірдік қарасақ біз ертерек бардық жаңағы жалау ол екінші жаңағы осы декабрьдегі барған просто залды дегенде біз кіріп барған кезде залда қандай болды мен соны көрсеттім просто залдың ішіндегі қалай қойылған соны көрсеткен
Проверить машину. Вот это команда остается. Мы все лидеры команды. Мы тоже включили люди, лидеры. Держитесь, можете свои кино. Где-то 12, 4 часа. Поэтому я предлагаю, наверное, следующее сообщение. Там мешками бабушки. Просто сал. Сол залды көріңіздерші, сол ғана, сол жаңа менің сол жайлы салды, кетіп барғандары менің впечатлением, деген. Біз адамдың біріншісі болып бар, осындай зал тұр. 3000 адамға өзіңіз ойнаңыз. Мына не дейді? Конгресстегі, зимний конгрессінде болған ішінде. 5000 адамға енді өзіңіз ойнаңыз. Мынау 3000 адам. Жаңағы 3,5 адам, 3600 адам ол Хорватия. Ол демас. Көріңіздер, осында міне жаңағы без разница, артқы ең соңғы рядтада тура қандай алдында не тұр, соңғы рядтада тұр. Түп-түзу, жаңағы бутылкалардың трубасына, жаңағы алдында батончик, әркім адамға 2 батончик, 2 бутылка су, ручка, жаңағы қағаз, кірде отырда жаз. Наушник, неше тілде Активайз, о, рекорд. Bir ғана мен сіздерге не көрсеттім, мысалы қандай компанияның атын ашыңыз. Осыны, одан кейін жаңағы осы жерде событие болды, қанша адам отырды, оны да түсіреді. Қанша адам отыр деп, момент, қанша адамды мен түсіріп алдым. Одан кейін кешке сағат айтты, сағат болды, 2 сағаттан осы жерде жиналамыз деді. Біз ойлаған жоқпыз ештеңе. Жаңағындай столдар тұрған. 2 сағаттан кейін кіріп келсек, мына Титаниктің палубасындағы жаңағы ресторан сияқты. Оны да түсіріп алдым, оны да көреді. 100 жаңағы 2,5 мың адам сол деді. Барлығы столдың бойында отырып, жай ғана фуршет сияқты емес, тұрып жүрген жоқ. Бәрі де уақыт. 12 адамнан отырып қойдым қазір. Сол залда, жаңа отырған залда кешкен болды. Осының бәрі, мысалы, айын суреттер болып тұрса, сондай. Қашан соттың шұғылап бір адам ойы кетіп қалады да, сондықтан айтайын дегенім, солардың суретті шығарып алуда қолғайы болды. Рас шығарып, өздеріңіздің көңіліңізден шығып осы адамға әсер етер деген моментке болғанын.
Өзім айттым ғой былай қалай комитет мынау біздің уже екінші рет келген тамағы жаңағы столда былай тұрды ғой сол залда уже как ресторан бәріміз не болып отырмыз Üstüne 600 bulur. иә ол ертеңінде еще анау ол кезде басқа не болды ол кезде столдар басқаша тұрды ол кезде басқаша күтім болды міне событие деген осы событие сіздерге ертең осындай үлкен команданың мысалы енді жаңа басындағы әңгімені айта кетейін сетевой маркетингке не үшін келдік сетевой маркетингке біз жаңағы шырын екеумізде 3 қыз бар сол кезде біз сетевой маркетингке келген кезде 2 қыз сіздердің қыздарыңыз сияқты олар енді кішкене үлкендеу ол 2001 2002 біреуі 5 жаста біреуі 6 жаста сондай жастағы балаларды екеуі қалдырып кетіп отыр осы жаңағы бизнесті жасап ондағы мақсатымыз не ондағы мақсатымыз жаңағы однокомнатный документі жоқ үйде тұрамыз шын айтамыз 31 квадрат мысалы жаңағы үйді кәдімгідей кейін үлкен үйге көшкен кезде арнайы барып сол кезде ойламадық қой ішінде тұрып жүрді соны барып түсіріп жаңағы бір ролик жасау үшін арнайы бардым сатып қойғаннан кейін барып бірінші микрорайон 65-ші үйде 18-ші квартирада бірінші этаж общий площадь 31 квадрат сонда 5 жан тұрды сол кездегі арманым мақсатым жаңағы мына қыздарымның басқа бөлмесі болса мақсатым сол болды ана қыздарымның қасында бір бөлмеде ер азамат мысалы сол маған қатты бар ананың қалай өзгертемін осындай неге қалай шығамын мысалы болмады емес жұмыс дополнительно мен үйде отырып жұмыс прессада жұмыс істеп жүріп басқа зарплатам бар деген жоқпын айналысып мысалы енді алматыда кешкісін таксоға кету ол норма жаңағы плюс объем алам проблема жасаймын өзі тексереді ғой мысалы өзім басқа біреуге бергенше өзім аламын да өзім соның ішіне қолыммен жасаймын сондай моменттер болды бірақ бәрі уақытша түседі ақша сол моментте салып кетеді бірдеңе өзгертетін бір возможность болмайды вот сондағы мақсатымыз жаңағы осыдан енді бір бөлме алды бірінші обычный квартира өзіңіз көрген енді лучший болса кішкене кеңірек болады но обычный общий квартира туалет бізде ванна туалет кухнясының бәрімен есептегенде 31 квадрат енді сол 31 квадраттың ішіне мысалы біз тұрып жаттық 2004-те басталып ремонт енді әйтеуір қолымызға түскен ақшаны ремонт жасап евроремонт бәрі таза іші жақсы бірақ площадь қанша дегенде қыздармен бір бөлмеде ұйықтайсың бір бөлмеде тұрады балалар өсіп келе жатыр еркін естиді мысалы сетевой маркетингке келді себепкер болған жаңағы сіздердің әрқайсыларыңыздың осы сетевой маркетинг болмаса осы клиент интерфейсіне келген жолдарыңыз сіздердің өздеріңіздің миыңыз басыңыздағы мысалы ойларыңыз мен сіздерге солай мен енді әбден соған көзім жетті сондықтан біз себепкер боламыз бір адамдардың осында келгеніне негізгі өзіміз біздің ойымыз алып ол қалай алла тағала білемін көруші білуші естуші сезуші тіпті біз сұрай да алмаймыз ғой ойбай маған осыны берші біз ойлаймыз қайтсек мынандай жаңағы материалдық жағдайын қайтсем менің ойымда сол болды енді кімнің ойында қандай бар қайтсем мына балаларданша қайтсем ауысам қайтсем жаңағы 3 бөлмеге жетіп қайтсем енді жаңағы мысалы
өзінің арманын іске асырды. Сөйтіп жүрген кезде Герман Исмаиловтер жаңағы деп айтты, бізге сетевой маркетингке таныстырды. Содан кейін біздің өміріміз өзгерді. Мынау 2007 жыл болса келгенде, 2014 жылы біз 3 бөлмелі пәтер алдық. Бір комната, бұл да алғысы, жаңағы сайдан бірде, бірақ бұның уже площади почти 100 квадраттай болды. 100 квадрат емес, 86 үлкен 3 бөлмесі бар, 3 бөлмесінде бірдей 18 квадраттан болды. 14 жыл. Қанша жыл өтті? 7 жыл сетевой маркетингте. Мынаның бағасы $105 000 наличный ақшамен осы бөлмені сатып. Мына сетевой маркетинг. Осы үйіміз бола тұрып, біз уже 2016 жылы Алтын Бесік деген микрорайон бар, білсеңіздер. Ақтарел, жаңағы Хатси деген жақта. Сол жерде жаңағы коттедж. 2018-де соған кірдік. 2018-ден бастап 16-да жер сатып алдық. 1,5 жыл соқтық. 2018 әлі күнге 22 апрельде Сайлайда қамтысы болғансыз. Жаңағы біз новосельеге дайындалып жатқан Сайлайдағы кәмпингтер Астанадан Алматыға олып неге мені шақырмайсыңдар деп бұл кісі келіп, жаңағы жұмысты болсын деп бір терезені жуғаны бар. Өзі денсаулығына ойбай Сайлай, сіз істемеңіз, басқасы істейтін жоқ, мен должна беремін. Жұмысты болсын деп айтты. Жұмысты болсын. 22 апрель 18. Мына үйдің уже 5 бар. Жаңағы енді 13-те 13 квадратурасы. Үйдің размері 13-те 13. Жаңағы 3 өлім. Үшеуі де жылы. Осы қазіргі енді мына сетевой маркетингке келгендегі біздің өзгерісіміз бар. Мына үйіміз бар, оны өзгерттік. Бәрі сетевой маркетинг бір ешқандай мақтаныш емес, айтылатын тарапта. Одан кейін біз енді көп нәрсені жасырмайық, өйткені мотивация болсын дейді. Төле би Ауғайжолада мына үйді ауыстырдық. ЖК Асем Плазадағы молден мынаны сатып, соған салдық та, бұл жерде 2 бөлмелі 52 квартирасы бар, қыздардың бизнесі болды. Жаңағы статусына мына коттеджімізде де сондай. Мына коттеджімізде жаңағы полностью содержаниясы сол үйдегі бизнес деп айтады. Осындай енді сіздердің өздеріңіз алдыңызда қойған әркім мақсаты бар ғой, біреуде бұл бар. Енді ешкімді ойбайсың деп сөйтсем ол айтады, енді шықпа мен жүрді осындайды сұрамын. Кім де өзгерткісі келсе, осыны жасай алады. Сен мына бейімде осы тезірек болады. Өйткені жаңағы айменді болуында өзі қарасаңызда бір комната келді, бір жаңағы мақсаты бар адам келді де айымен жасады, ортадағы бірнеше адам мынау сізсіз, әрқайсыңыз келді бір адам мен жасайын деді де айымен жасады. Мына адамның да айымен, мына адам да айымен. Енді екі жақтан Жұртабай кетсең де 2 адамды қоясың ғой, рас па? Міне, 2 адамды қойдың, мына адамды аямен, мына адамды аямен. Сіз кімсіз? Вице-президент, сіз барыңыз. Міне, ең жаңағы оңай жолы осы. Оған көп адамның қажеті жоқ. Міне қазіргі жаңағы не дейді? Енді екшін бақ. Қанша бағын өсіп екшін бақ, мысалы болса, құдайға шүкір, жаңағы
Günlerle жұмысты қанша екшім бар Шымкентте өтті. Гүлнәрдің командасымен біздің командамыз бар. Пожалуйста. Жұмыс жасайды, екшім бар, жақсы жұмыс жасайды. Осы қазір бүгін алғысына отырмын. Шақырыңыздар адамдарды өз жерде ол обязательно демалысқа презентация күтпей. Енді біздің жұмыс жақсы жүріп жатыр. Сіздерді сақтасын. Бәрінде осы алматылық офистің жұмысы жақсы жүріп жатыр. Қазақстанның командасының жұмысы жақсы жүріп жатыр. Соның ішінде сіз де болғаныңыз. Әрқайсымыз. Мысалы сондықтан бағанағы айтқан неге отырмаймыз? Ол менің мақсатым. Жаңағы қандай қой? Бала-шағамыз бар, өсіріп отырмын, сол кісілердің жаңағы енді қазір мүмкіндік жасап, одан кейін арқылы болмаса Құдайға шүкір кәкиіп тұрған жоқпыз бізде кішкене жаңағы ұзағырақ өмір сүргіміз келеді, көргіміз келеді. Каждый событияға қатысып, сол событияның ішінде болғымыз келеді. Жаңағы басқасында өзімізден келген адамдар соның ішінде болса деген. Сондықтан менің бүгінгі айтатын әңгімем осылай. Франкфурт жаңағы июньде. Жаңа уже сіздің сол Франкфуртке барам деп жүрген командаңыз сізді августте президент болды. Октябрьде орыстың қолынан значок қолынан бар. Мысалы. Сондай мүмкіндік бәрін жасап